Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Және де достар, бүгінгі видео бізде Back to School рубрикасынан видео болады. Менің арнама тіркелген жандарға көп рахмет, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан сіздерге дайындаған сыйлығым дайын. Келесі видео 24 сағат көк түс. Менің арнамнан алыстамай отырыңыздар, 24 сағат көк түс видеосын күтіңіздер. Ал бүгінгі видео бізде Back to School Haul. Яғни мен сіздерге өзімнің мектепке алған заттарымды, мектеп құралдарымды көрсетемін. Менің арнамда Back to School Haul видеосының бірінші бөлімі болған. Сол бірінші бөлімнің астында сіздер менен өте көп екінші бөлімін сұрадыңыздар. Мен өзімнің бірінші Back to School'ымда сіздерге көптеген рюкзактарымды, киімдерімді көрсетіп өттім. Сондықтан екінші бөлімде мен сіздерге тағы да мектеп заттарын көрсететін боламын. Сіздер маған 9-шы сыныпта тағы да көбірек мектеп құралдары керек болады деп айттыңыздар. Сондықтан мен өзіме тағы да көптеген мектеп құралдарын сатып алдым. Бүгінгі видеода соларды көрсететін боламын. Бірінші ол мынадай ланчбокс. Ол маған өте қатты ұнады. Себебі ол осындай бургердің бейнесінде. Қараңыздар, осындай сары түсті. Мынау яғни наны. Және де мына жақтары ашылады. Қараңыздар, ашылады. Мынау яғни осындай бургердің наны. Яғни үсті жағы. Келесі жақтарын көрсетіп өтейін. Мынау яғни салат жапырақшасы. Ал мынау ол шұжық. Бұл жаққа мен бірінші тамақ салып қоямын. Содан соң үстіне шұжықты қоямын. Шұжық жаққа да тамақ саламын. Содан соң үстіне мынау салат жапырақшасын қоямын. Ол жаққа да тамақ саламын. Және де үстінен жабамын. Міне сондықтан бұл маған өте қатты ұнады. Келесі ол менде екінші ланчбокс. Бұл жаққа да мен өзімнің тамақтарымды салып жүретін боламын. Және де екеуін кезек-кезек ұстаймын. Яғни бір күні мынаны, келесі күні мынаны, содан соң қайтадан мынаны. Екіншісі осындай қызғылт түсті. Міне жалпы іші кәдімгідей. Ол жақта жаңағы бургердікіндей бөліктер жоқ. Яғни жай ғана кәдімгі ланчбокс. Маған екеуі де өте қатты ұнады. Келесі ол my bottle. Және де мен бірінші бөлімде өзімнің бірінші ботылымды көрсеткенмін. Кезек-кезек ұстап жүруге тағы да біреуін сатып алдым. Сондықтан мен осындай іші көрінетін сары түсті my bottle алдым. Яғни осындай бөтелке. Және де жақын арада осындай мектепке арналған сусындар, my bottle'дың сусындары туралы видеолар қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Мен түсіруге тырысамын. Қазір ішіндегі қағазын алып тастайын. Міне көріп тұрсыздар ма? Мына жағында осындай бір белгілер бар. Сондықтан бұл да маған қатты ұнады. Келесі ол пенал. Бұл пеналды мен көзімді жұмып таңдағанмын. Және содан соң бұл да маған ұнап қалды. Бұнда мен мектепке ұстайтын шығармын. Бірақ та мен өзімнің бірінші бөлімде көрсеткен пеналымды мектепке көп ұстайтын боламын. Мынаны анда-санда кейде ғана ұстап жүремін. Келесі ол мектепке барар кезде мен таңғы ас ішемін. Яғни былай жеңіл тағамдарды ғана жеймін. Сондықтан маған әрине ыдыстар қажет болады. Мен өзіме 2 ыдыс алдым. Біреу осындай тәретке. Яғни олар темір емес, олар пластик. Келесі осындай стакан, компот, шай және де сүтке арналған. Келесі ол қалың дәптер. Мен бұл 3 қалың дәптерді тек көзімді жұмып таңдағанмын. 3 қалың дәптерде маған өте қатты ұнады. Бірінші осындай қара түсті. Мына жағында осындай смайликтер бар. Мына жақтары түрлі түсті. Келесі осындай жасыл. Және де ол жақта карта. Картада әр елдің тілі жазылып тұр. Мысалы, міне Қазақстан. Келесі үшіншісі, ол жақта гүл.
Мына екеуі төркөз, және де үшіншісі бірінші екеуіне қарағанда қалыңырақ, және де ол жол, жазба жол. Келесі осындай бояуға арналған ыдыс. Маған мүмкін технология сабағында керек болып қалатын шығар. Сондықтан осыны да ала салдым. Және достар, бүгінгі Back to School'да мен сіздерге киім мүлде көрсетпеймін. Себебі киімнің барлығын мен бірінші бөлімде көрсетіп қойғанмын. Келесі ол мен көзімді жұмып алған 3 дәптер. Кәдімгі жасыл торкөз дәптер. Келесі сол дәптерлерге қап. Бұл жақта бізде 10 қап. Барлығы дәптерге арналған. Келесі сызғыш. Осындай сары түсті. Және де кішкене түссіз. Ашып көрейік. Ашылды. Міне достар, мынадай сары түсті. Келесі ол қарындаш. 4 кәдімгі қарындаш. Келесі осындай қызыл маркер. Мүмкін керек болып қалатын шығар. Көк желім. Мен көзімді жауып ойлағанмын, мен жасыл желім алдым ба деп, бірақ та ол көк болып шықты. Өшіргіш. Міне мынандай жасыл түсті, және де бетінде бір қыздың суреті бар. Мен де бұны көзімді жұмып алдым. Келесі ұштағыш. Бұл жақта 2 ұштағыш тұр. Біреу сары және біреу жасыл. Қызыл түсті қалам. Және де мен кәдімгі қаламдардың барлығын, өзімнің көптеген мектеп заттарымның барлығын бірінші бөлімде көрсеттім. Және де ең соңғы зат ол мынадай үлкен клей. Мен бұны көзімді жұмып сатып алғанда ойладым, бұл маркер шығар деп, яғни үлкен маркер деп ойладым. Бірақ та бұл осындай клей болып шықты. Бірақ та әйтеуір ала салдым. Алысымен достар, менің видеом тәмамдалды. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздер де комментарийға өздеріңіздің сатып алған заттарыңызды жаза беріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.